Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомда мен бет күтіміне арналған кеңестермен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Бетке қанша жастан бастап күтім керек? Жалпы терінің бірнеше түрі бар. Біріншісі, ешбір проблемасы жоқ, майлылығы да, құрғақтығы да қалыпты жұмыртқадай таза тері. Екіншісі, майлы тері. Үшіншісі, проблемалы тері. Проблемалы теріде ең бірінші безеу шығады. Бетті сипасаң терінің астынан ұсақ-ұсақ бүртіктер білініп тұрады. Ол қан айналымының бұзылуынан, ағзаға қажетті витаминдердің жетіспеуінен пайда болады. Сол ұсақ бүртіктер терідегі ұсақ тесіктерді бітеп тастайды. Мұндайда косметологтарға көрініп, теріні тазартуға тырысу керек. Ал терінің төртінші түрі құрғақ тері, бесіншісі сезімтал тері. Сезімтал теріге ерекше күтім керек. Құрамында химиялық қоспасы жоқ, иісмай жаққан дұрыс. Иісмайлар мен бетке жағатын опа-далаптың қолданатын арнайы жастық көрсеткіші жоқ. Жалпы 15 жасқа дейін қыздардың бетіне еш нәрсе қолданбағаны дұрыс. Ал жас 15-тен асқаннан кейін жасына сай рең беруші иісмай, яғни тональный крем және опа пудра қолдануға болады. Қазіргі пудралар мен тональды кремдердің сапасы жоғары. Құрамы минералды заттарға бай. Сондай-ақ барлығы дерлік сертификациядан өтіп, дерматологтармен мақұлданған. Сол себепті қорықпай кез келген иісмайды дәріханалардан сатып алуға болады. Қыс мезгілінде бетті күту үшін суық ауа райында жел теріге қолайсыз әсер етеді. Қыс мезгілінде майлы бет терісі құрғақ теріге, ал құрғақ тері өте сезімтал теріге айналады. Сол үшін бетке ылғалдандыратын күтім жасау қажет. Яғни оған үй жағдайындағы күнделікті күтім мен косметологиялық процедураларды айта аламыз. Бетті суықтан қорғау үшін құрамында ақуызы бар иісмай жаққан пайдалы. Қыста иісмай жақпай далаға шықпау керек. Сондай-ақ беттегі түкті алдырмаған дұрыс. Өйткені түк беттің қорғаныс қабілетін сақтайтын перде рөлін атқарады. Түгін алып тастаған тері суыққа да, ыстыққа да, әртүрлі сыртқы факторларға да төзімсіз келеді. Бетке рең беретін иісмайдың зияны жоқ. Иісмай мен рең беруші бет май теріні әртүрлі заттардан, күннен, желден қорғайды. Қорғаушы перде қызметін атқарады. Бетті бояу ең алдымен теріні қорғау, екіншіден сұлулыққа ұмтылу, үшіншіден жастықты сақтап қалуға тырысу. Бояну да мәдениеттілік, адамның өзін-өзі сыйлауы. Бетке сағат сайын опа жағу дұрыс емес. Опалай берген бетке тез әжім түседі. Күнделікті жатар мезгілде бетті жуып жатқан дұрыс. Теріңіз жас көрінсін десеңіз, кешке қарай майлы тамақ жеуді азайтыңыз. Өте қызыл ащы шай да ажарды бұзады. Көпшілігі беттегі безеуден құтылғысы келеді. Негізі безеу май бездері көбейгендіктен бауырдың не көк бауырдың жұмысы бұзылғанда шығады. Бетіне безеу көп шығатындар жұмыртқадан, қуырылған тамақтардан, майонезден, тәтті тағамдардан бас тартқаны дұрыс. Безеуі бар бетті күніне 4 мезгіл сабынмен жуып тұруға тырысу керек. Бет терісінің күтіміне барлығы әсер етеді, себебі бет терісі ішкі ағзалар жағдайының айнасы. Әдемі болу үшін дұрыс тамақтану, суды көп мөлшерде ішу, спортпен айналысу, шынығу, уақытылы ұйықтау, созылмалы аурулардың алдын алу. Әдемі көріну үшін бет күтімі міндетті түрде қажет. Бет терісінің күтіміне немқұрайлық танытпау керек. Дүкен сөрелерінен сатып алынған маска, кремдер бет терісінің үстіңгі эпидермис қабатына ғана сіңіп, беттің тонусына жауап беретін астыңғы қабаттарына жетпей қалады. Сондықтан сіздерге үй жағдайында жасалатын қарапайым табиғи маскаларды жасап көруге кеңес беремін. Ондай маскалар менің каналымда түр-түрімен кездеседі. Достар, алдағы уақытта сіздермен түрлі маскалармен және пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сіздерге бүгінгі бет күтіміне арналған видеом пайдалы болды деген ойдамын.